Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Раббың жер мен көктегі пенделерін жақсы біледі. Шынында пайғамбарлардың бірінен бірін артық еттік. Дәуітке забурды бердік. Ей Мұхаммед, оларға Алладан басқа Құдай деп ойлағандарыңды шақырыңдар. Сендерден пәле қазаны айықтыру да, одан сақтау да олардың қолынан келмейді де. Олардың Құдай деп сенғандарының өзі де, тіпті Аллаға жақынырақтары да Раббыларына жақындаса түсуді құлшылық етіп тілейді. Раббының рахымынан үміттеніп, азабынан қорқады. Раббыңның азабынан шынында сақтануға тиісті. Аллаға қарсы қандай бір қала халқы болса да, оларды біз қиямет күнінен бұрын ойрандаймыз, немесе ауыр жазаға ұшыратамыз. Бұл Ләухул Махфуз атты кітапта жазулы. Құрайш еліне біздің мұғжизалар жібермеуіміз бұрынғылардың оны мұғжизаларды өтірікке шығарғандығынан болды. Сондай-ақ Самудтарға айқын мұғжиза ретінде бір аруана жібердік. Олар оны мойындамады. Зұлымдық істеп, бауыздап тастады. Біз мұғжизаларымызды үрейлендіру үшін ғана жібереміз. Біз өз кезінде саған Раббыңның адамдарды алақанындағыдай білетіндігін айтқан едік. Біз саған Миғражда көрсеткен көріністі және Құранда лағнет айтылған ағашты, заққұм ағашын тек адамдар үшін сынақ еттік. Біз оларды, мүшриктерді қорқытамыз. Бұл қорқытуымыз тек олардың асқан азғындығын одан әрі арттырады. Кезінде періштелерге адамға сәжде етіңдер дедік. Сонда Іблістен басқасы түгел сәжде етті. Ібліс, сенің саз балшықтан жаратқаныңа бас қоямын ба? Айтшы маған. Менен артық жаратқан адамың осы ма? Егер маған қиямет қайымға дейін кеңшілік берер болсаң, оның ұрпақтарының өте аз сандысынан басқасын сөзсіз аздырып, тұқымын тұздай солдырамын деді. Алла Ібліске айтты: қараңды батыр, олардан, адам ұрпақтарынан кімдер саған ерсе, әлбетте сенің де, олардың да толық жазасы жаһаннам болады. Олардан шамаң келгенін аздырып, желіктірерсің. Оларға атты жаяу қолыңмен келіп тиісерсің. Сондай-ақ мал мүлкіне, бала-шағаларына ортақтасарсың. Оларға жалған уәде де берерсің. Бірақ шайтанның уәдесі тек болдыр үміт қана. Рас, мені таныған өз пенделеріме сенің ықпалың жүрмейді. Раббың оларды қорғауына алады. Ей адамзат, Раббыларың өзінің кеңшілік нығметімен несібе іздесін деп, сендер үшін теңізде кемелерді жүзгізді. Ол сендерге шынында ерекше мейірімді. Сендер теңізде бір апатқа душар бола қалған сәтте Алладан өзге табынғандарың ғайып болады да, тек
Алланы естеріңе аласыңдар. Алла сендерді қатерден құтқарып, жағаға аман шығарса, оны ұмытып жалп бересіңдер. Тегінде адам баласы күпірлік етуші. Теңіздегі қатерден құтылған мен Алланың сендерді жер жұтқызып жіберуінен, немесе үстеріңе тас жаудыратын боран жіберуінен қорықпайсыңдар ма? Одан өздеріңе ешбір арашашы таба алмайсыңдар. Сендерді теңізге қайта жіберіп, шүкірлік етпеулеріңнен дауыл жіберіп, суға кетіруінен қорықпайсыңдар ма? Сендер үшін бізден өш алушыны таба алмайсыңдар. Анығында адам ұрпақтарын ардақтадық, әрі оларды құрлықта, көлікке, теңізде, кемеге мінгіздік. Оларды тәтті тағамдармен ризықтандырдық, және оларды басқа жаратқандарымыздан әлде қайда артық жараттық. Есіңде болсын, сол бір күні, қиямет күні, бүкіл адамдарды имамдарымен, басшыларымен шақырамыз. Кімге кітабы оң жағынан берілсе, міне солар кітаптарын оқиды, және оларға қылдайда қиянат жасалмайды. Бұл дүниеде көңіл көзі көрмейтіндер ақыретте де соқыр болады да жолдан адасады. Ей Мұхаммед, олар саған уахи еткенімізге қастық істеуің үшін саған Құраннан басқаны жасатып, бізге жала жаптыра жаздады. Солай істеген болсаң, олар сені дос тұтар еді. Біз сені мызғымас етіп бекемдемеген болсақ, расында оларға біраз бейімделіп кете жаздаған едің. Егер солай болған болса, саған әлбетте тіршілікте де, өлгеннен кейін де еселеп азап тарттырар едік. Одан соң бізге қарсы өзіңе медеткер таба алмас едің. Олар, яһудилер, маза бермей түрткі салып, сені мекеніңнен, Меккеден шығарып жібере жаздады. Олай болғанда, олар сенен кейін аз уақыт қана тұра алар еді. Баянда тұра алмас еді. Бұл сенен ілгергі жіберген пайғамбарларымыздың да ұстаған жолы. Пайғамбарын қуғындаған елді тып-типыл қылу ежелден Алланың ұстаған жолы. Біздің жолымыздан ешбір өзгеріс таба алмайсың. Ей Мұхаммед, түс ауғаннан түн қараңғылығы үйірілгенге дейін намаз оқы, және таң намазын оқы. Рас, періштелер де таң намазына қатысады. Түн ішінде оянып, өзіңе тән нәпіл намазыңды өте. Раббың сені мақтаулы орынға, ұлы шапағат орнына тұрғызуы мүмкін. Раббым, мені кіретін жерге сәтті кіргізе көр, шығатын жерден сәтті шығара көр. Өз құзырыңнан маған жар боларлық күш қуат бере көр де. Ақиқат ислам діні келді. Негізсіз нәрселер күпірлік жойылды. Негізсіз нәрселер расында оңай жойылады де. Біз мүминдерге шипа және рахым болатын Құран аяттарын түсіреміз. Бұл Құран тек қана кәпірлердің зиянын арттыра түседі. Адамзатқа дәулет берсек, жақсылық жасасақ, Алладан бет бұрып, қыңырая қалады. Ал қашан оған жамандық, қиындық келсе, үмітсіздене күдер үзеді. Ей Мұхаммед, әр адам білгені бойынша тірлік етеді. Ал кімнің тура жолда екенін Раббың
жақсы біледі, де. Ей Мұхаммед, олар сенен рухтың не екенін сұрайды. Сен оларға рух Раббыңның құзырындағы іс деп айт. Сендерге ол жөнінде өте аз мәлімет берілген. Егер біз қаласақ, саған уахи еткен Құранды көңілден шығарып кетер едік. Кейін бізге қарсы оны қайтарып әкелуші сүйеніш таба алмайсыңдар. Бірақ Раббыңның рахымы түсіп, оны әкетпедік. Раббыңның саған деген жақсылық нығметі расында ерекше мол. Ей Мұхаммед, егер адамдар, жындар осы Құранға ұқсас Құран жасамақ болып жиналса, тіпті біріне бірі көмектессе де, оны жарыққа шығара алмайды. Бұл Құранда адамдар үшін түрлі мысалдарды далдап баяндадық. Сонда да адамдардың көбі ақиқаттан бас тартып қарсы болды. Жер астынан бір бұлақ шығармайынша саған әсте сенбейміз. Немесе өзің арасынан бұлақтар ағызып қойған құрмалы жүзімді бір бақшаң болсын. Немесе өзің айтқандай үстімізге аспанды кесек-кесегімен түсір. Яки Алланы, періштелерді алдымызға келтір. Не болмаса алтыннан үйің болсын. Яки аспанға шық. Әйтеуір біз оқи алатын сенің пайғамбарлығың жазылған бір кітап түсірмесең, сенің көкке шыққандығыңа әсте сенбейміз, десті. Ей Мұхаммед, оларға Раббым нұқсансыз пәк, ал мен бір елші адам ғанамын. Алланың рұқсатынсыз ешбір адам мұғжиза көрсете алмайды деп айт. Адамдарға туралық Құран мен пайғамбар келген кезде олардың мүшриктердің Алла кәдімгі адамды пайғамбар етіп жіберді ме деген сөздері ғана иман айтуына бөгет болды. Ей Мұхаммед, оларға жер бетінде мекендеп жүргендер періштелер болса ғой, онда әрине оларға көктен бір періштені елші етіп түсірер едік деп айт. Ей Мұхаммед, сендер менің арама, менің Алланың елшісі екендігіме Алла куәлік етуге жеткілікті. Шындығында Алла пенделерін жақсы біледі, ол аса көреген де. Алла кімді оңдаса, сол дұрыс жол табады. Алла кімді адастырса, оған Алладан өзге жәрдемші таба алмайсың. Оларды қиямет күні бетімен жер басқызып еңбектетіп, соқыр, мылқау, саңырау күйде тірілтіп жинаймыз. Олардың барар орындары тозақ. Тозақ оты бәсеңдей қалса, оларға от жалынын күшейте түсеміз. Аяттарымызды мойындамағандықтары әрі біз қу сүйек және шіріп топырақ болған соң да қайта тіріліп, қайта адам боламыз ба дегендіктері үшін олардың тартар сазайы әне сол. Жер мен көкті жаратқан Алланың шындығында өздеріндей адамдарды жаратуға құдіреті жететіндігін олар білмей ме? Олардың өлуі, тірілуі үшін Алланың өлшеулі уақыт белгілегені шек шүбәсіз. Алайда залымдар күпірлікке ғана пейіл. Ей Мұхаммед, оларға егер сендер Раббымның рахмет қазынасына ие болсаңдар, онда оның шығын болуынан, таусылып қалуынан қорқып, тастай қатып ұстар едіңдер. Адам деген тым сараң деп айт. Анығында біз Мұсаға 9 түрлі айқын мұғжиза дарыттық. Мұса Перғауын еліне келгенде біз Мұсаға Исраил ұрпағын қоя бер деп олардан сұра дедік.
Перғауын оған: «Ей Мұса, мен сірә сені сиқырланған кісі деп ойлаймын» деді. Мұса: «Ей Перғауын, бұларды, осы мұғжизаларды көк пен жердің жаратушы иесі пайғамбарлығыма дәлел ретінде түсіргендігін сен қалай да білесің? Ей Перғауын, мен сені расында тып-типыл болады деп ойлаймын» деген еді. Перғауын оларды Мысыр жерінен қуып жібермек болды. Сонда біз Перғауынды және онымен бірге болғандарды түгелдей суға батырып жібердік. Оларды суға батырғаннан кейін Исраил ұрпақтарына: «Осы жерге, Мысырға қоныс тебіңдер. Ақыреттің уәделі уақыты жеткен шақта сендерді жинап әкелеміз» дедік. Біз Құранды ақиқат негізінде түсірдік. Құранда ақиқат үкім бұйрықтармен түсті. Ей Мұхаммед, біз сені тек қуантушы, ескертуші ретінде жібердік. Құранды адамдарға байыппен оқып беруің үшін біз оны даналап, бөлімдерге, аяттарға бөліп, бір-бірлеп түсірдік. Ей Мұхаммед, Құранға мейлі сеніңдер, мейлі сенбеңдер. Одан бұрын кітап берілгендерге Құран оқылса, олар әсерленіп, дереу сәждеге бас қояды де. Олар: «Раббымызды пәк деп ұлықтаймыз. Раббымыздың уәдесі сөзсіз орындалады» дейді. Олар жылаған бойда сәждеге жығылады. Бұл Құран оқу олардың ықыласын арттыра түседі. Алла деп атасаңдар да, немесе Рахман деп атасаңдар да болады. Қайсысымен атасаңдар да оған лайық. Өйткені Алланың да көптеген көркем есімдері бар деп айт. Өзің намазыңда қырағатты тым саңқылдап та, тым сыбырлап та оқыма. Екеуінің аралығындағы орташа жолды тұт, яғни қоңыр әуезбен оқы. Күллі мадақ мақтау ұрпақтан ада. Патшалы салтанатқа серігі болмаған, қорлықтан құтқаратын жәрдемшіге де мұқтажсыз Аллаға лайық деп Алланы ұлықтап тәкбір айт.